Мына жердің табиғаты неткен керемет. Ya, тамаша жер екен. Кел осы жерде ағаны ойнайық. Кел, Алаш, кел, төсеніште төсейік, отырайық. Тамаша жер екен. Ya, өте керемет жер екен. Ауасы да тап-таза, өте керемет. Кел, оданша сен не әкелдің? Қара, менде қытымақ картоп бар. Ал сенде не бар? Ал менде сулар бар. Әділет алдына қара. Мына жердің табиғаты неткен керемет, ауасы да тап-таза екен, я? Ya, осы жерге барлық достарымызбен бірге келуге болады екен. Ya, dostlarımızı шақырғанда тіпті бұдан да керемет болар ма еді? Ya, тамаша жер екен. Кел, сен қытайлақ картоптың дәмін татып көріп кел. Тапқың келе ме? Әрине. Кел, мен саған ашып берейін. Жоқ, мен өзім де аша аламын. Жоқ, мен саған ашып берейін. Мен өзім аша аламын. Кел. Қап, енді не істейміз? Мына жер шашылып қалды ғой. Кел, одан да жинайық. Бұл жерде Одан да керемет болды ғой. Кел, оданша доп ойнайық. Не істейміз? Бізден де басқа шашып жатқандар бар ғой. Кел, мен саған оданша ең бірінші керемет те шекілдеп салғыз жасап берейін. Міне, стай ғой. Мәссаған, қандай тамаша. Рахмет. Кел, енді доп ойнайық. Ой, қап, енді не істейміз? Енді қоса мынау да шашылып қалды ғой. Ондай лас жерде ойнағанымыз жарамас, Әділхан. Одан да кел, бірге жинастырайық. Ой, айттым ғой саған, бізден де басқа шашып жатқандар бар. Кел, оданша мына күнде айналып ойнайық. Өте керемет білеген. Жарайды онда. Қандай тамаша. Жүр, Әділхан, ана жақта көріп қайтайық. Кеттік. Ана жерде әдемі гүл бар екен. Ей адамзат, адам баласын дүниеге келтіріп, бойындағы бар махаббат мейірімін, күн шуағын жүрегіңізге ұялататын ана табиғат. Табиғат бұл адам бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын беретін әсемдік пен сұлулықтың әлемі емес пе? Қазақта табиғатты аялап, қорғап өскен. Ал сендер болсаңдар мынау, табиғатты шашып, қорлап жатсыңдар. Табиғат бұл Алладан берген аманат емес пе? Сендер аманатқа қиянат жасап жатсыңдар. Ей пендем, ояншы, есіңді жисаңшы. Ей адамзат, шіркін, қандарына сіңіп еді ғой, сүтімен ананың табиғатты аялау. Бұлай қалай жасағандарын, жақсы бір сөздерім бар еді. Мал қалғанша атадан тал қалсын деген. Бабалар өсиетін ұмытқандарың ба сонда? Табиғатта бізде сезім де бар, құлақ та бар. Ренжітсең қайғырып та жылап талар. Аяласан жанына шуақ тамыр, қажысан бойына қуат тамыр. Ей адамзат, ертерек есіңді жи. Біз сендердің тіршілік көзіміз ғой. Табиғатты аялау, оны қорғау сендердің міндеттерің. Шіркін, осыны тезірек түсінсеңдер ғой. Әділхан, естідің бе? Біреу үн қатқандай болды ма? Бір дыбыс шыққандай болды ғой. Ой, жоқ, саған шалыс естіген шығар. Ешқандай мен үн естіген жоқпын. Жоқ, Әділхан, шын айтамын. Біреу тіл қатқандай болды. Маған солай естілді. Айша, айттым ғой саған, ешқандай дыбыс шығып жатқан жоқ. Мен естіген жоқпын. Жоқ, Әділхан, сен назар аударып қарашы. Біреу тіл қатқандай болды. Жоқ, Айша, айттым ғой саған, мазамды алмашы. Мен ештеңе айттым ғой, ештеңе естіген жоқпын деп. Жоқ, құдды бір мынау бүкіл әлем, бүкіл табиғат бізге тіл қатып тұрғандай. Әділхан, тоқташы, Әділхан, қарашы.